Сәлем, қалайсыздар? Менің есімім Бота Нұрдәулетқызы. Мен сіздерге сенімді сату сабақтарын өтетін боламын. Менің мақсатым сіздер сатуды жақсы меңгерсе екен, мықты маман болса екен деген ниетім. Енді кеттік, толығырақ танысып алайық сіздермен, жақынырақ танысып алайық. Мен өзім негізі Алматы қаласы Ұзынағаш ауылының тумасымын. Сату саласында 6 жыл болды жұмыс жасап еңбектеніп жатқаныма. 6 жылдың ішінде 25-тен астам отдел продажа құрған болатынмын компанияларға, және өзімнің бір тарихымда 100-ден астам менеджерді, яғни сату мамандарын, 100-ден аса кәсіпкерлерді және оннан аса роб мамандарын дайындап шығарған болатынмын, және сатуға үйреткен болатынмын. Енді өзім кәсіпкермін, кәсіпкер ретінде қалыптасқанмын. Өзімнің жеке Турсамен бірге жасаған өзімнің жеке бір брендім бар, аяқ киім брендім бар, және кәсіпкерлік саласында да бір үлкен опытым бар деп айта аламын. Енді осы сабақты көріп отқан болсаңыз, сіздің де бір сатуды жақсы бір меңгеріп, мықты маман болып, табысыңызды кем дегенде бір 2 есе арттырғыңыз келетін шығар, мүмкін кәсіпкер болып қалыптасқыңыз келетін шығар. Бір затты айтқым келеді, егер сатуды білмейтін болсаңыз, сіз кәсіпкерлік өміріңізді мүлдем бастамадыңыз деген сөз. Неге десеңіз, сатуды білмейтін кәсіпкер мүлдем болмайды. Сатудың қандай құндылықтары бар, ол не, қандай мамандық, барлығын мен сіздерге жеке түсіндіретін боламын. Енді қараңыз, адамдар мен адамдардың айырмашылығы бұл бізде кәсібилігінде, яғни профессионализмін. Енді сіздің де мықты маман болып қалыптасуыңызға қазіргі таңда бір мүмкіндік бар. Ол үшін осы сабақтарды аяғына дейін көріп, тапсырмаларды орындап, сұрақтарыңызды жазып, маған айтып, жеке Zoom сабақтарында менен сұрап, ары қарата результатқа дейін жетуге бір ниеттенсеңіз, егер мықты маман болсаңыз, сіздің табысыңыз кем дегенде 2 есе артатынына мен сенімдімін. Және сату саласын білетін мамандар қазіргі таңда Қазақстанда бір ең бір востребованный керек адамдар. Сондықтан сатуды жақсы бір меңгеруге тырыссаңыз, жарай ма? Яғни кәсіби маман болуға тырыссаңыз, өте көп айырмашылығыңыз болатын еді. Енді менің программамның арқасында сізде қандай бір результаттар болады, сол жайлы сөйлесейік. Анықтеңіз, қазіргі таңда мүмкін сізде енді сату жайлы естіп жатқан маман болуыңыз мүмкін сату маманы болып жұмысқа тұрып жатқан шығарсыз, табысыңызды өсіргіңіз келетін шығар, сатуды жақсы бір меңгергіңіз келетін шығар, мүмкін кәсіпкерсіз сата алмай жатқан, Енді бұнықтеңіз, сізде осы программаның ең аяғында сізде сата алатын мықты маман болып қалыптасасыз, может кәсіпкер болып қалыптасасыз, және барлық техниканы жақсы білетін, сата алатын, өзіне сенімді, жақсы меңгерген бір маман ретінде қалыптасатыныңызға мен сенімдімін. Ең бастысы, әрбір айтқан сөзімді жіті тыңдау, және берілген тапсырмаларды орындау, және ең бастағы ниетім сынау емес, менің сөздерімді, менің бір қателескен моменттерімді сынау емес, білім алсам екен, дамысам екен деген бір мақсат қойсаңыз, жарай ма? Мына жақтағы енді бізде барлық адамда бір эго деген зат бар ғой, соны алып тастап, мүмкін маған айтып жатқан заттың бір пайдасы болып қалар деген мақсатпенен тыңдасаңыз сабақты. Менің де 6 жылда жинаған опытымның арқасында сіздерге бір беретінім бар шығар. Сондықтан сабаққа сәттілік, сынауды алып тастаймыз, сынамаймыз, тек қана барлығын тыңдаймыз, және сабаққа әрбір моментте дайын болып қарайтын боламыз. Сабақты бір емес, бірнеше рет қарасаңыз, барлығын түсінікті болады. Бізде енді бұл сабақтан бөлек Zoom сабақтары қарастырылған, жеке сол Zoom сабақтарында сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Келесі сабақта кездескенше.